Мен Бахрам Сейтжанов, Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер және мәдениет институтының кино телеоператор қанигерлігінің бірінші табыслы келуші студентімін. Қазірде сол кино тарауында жұмыс алып барып жатырмын. Институт бітіргендер киноға байланысы бар. Өзі биыл операторский бар. Как қанигерлігі бойынша, тура диплом бойынша институттан тур келетін. Одан басқа режиссураны бітірген, телевидение һәм радио режиссерлығы болып кетеді. Бірақ оларды азы кино түсіріп жатыр. Киноға араласып жүргендер бар. О жерде көпшілік о жерден шыққандар киноға қызығаман деп барғандар жүді аз адамды құрайды. Өзі маңлайынан шертіп дейді ғой. Сөйтіп қабылдағанның өзінде қазір озат жоқ институтта. Бірақ сөйтіп қабылдағанның өзінде әр группадан 2 адам, 3 адам ең көбі сөйтіп шығады да. Киноға жақсы режиссер, жақсы оператор болып шығады. Бірақ институтта қазір ондай оқуға кіру дәуірінде ондай қадағалау жоқ. Мысал үшін мен айтуым мүмкін, о жерде оқып жатқандар қазір. Сонда сенен басқа ешкім адам емес па, өзің бітіріп алып не қыл деп отырсаң деуі мүмкін. Мен бітірдім. Мен группаласларым білемін. Группаласларым ұзаққа кетпей қойын. Өзімнің группамда оқыған, қалтасына бір тәптерді қайырып тығып келген балалар бітірді. Мысалы, солар не істеуі мүмкін? Мысалы, олар еш курстан курсқа қалған жоқ. Бітіртіп жіберілді. Енді қазір о адамдар не істеп отқан білмеймін, ауылында қой бағып жүр ме? Мысалы үшін да неге кіреді олар, неге бітіреді? Мысалы үшін көшеде жүрген киноға қызығатын жігітлер көп. Мысалы кино тарауына оператор боламын деп жүрген көшеде көп. Мысалы солар соның орнына солар кіргенде мүмкін мемлекетке пайдасы көбірек тиер еді солардың. Қарақалпақ фильм кино студиясы 1970 жылдар Шөлкен университеті ашылған болса, содан бері бір киносын бір танк фильмі бар. Мысалы 70 жылда ашылған болса, содан неше жыл өтіп біздер танкіні көрдік. Содан білуге болады, енді танкіде фильм шығу үшін қанша жыл күту керек екен. Сценарий сонша жақсы болғаннан кейін халықтың көңілінен шықты. Мысалы, жақсы түсірілген, жақсы профессионал қанигерлер тарапынан түсірілген бұл фильм болған үшін. Одан басқа да, мысалы, курорт, қоңсылар деген фильмдер жақсы. Халық жақсы қабылдады оны. Оның сценарийсі Мұратбай Нызанов. Қалжаспасам, Мұратбай Нызанов 2013 жылға дейін Қарақалпақ фильмінде директор болды. Сол танк фильмнен кейін директор болды менімше. Танк 2002-де алынған болса. Одан кейін Қарақалпақ фильмде сол Мұратбай Нызанов директор болған кезде ғана көркем фильм түсірілген. Сол 10 жыл ішінде Мұратбайға көркем фильм істеген. Балалар үшін қанша документальный фильмнің санағы жоқ. Енді о адамның өз қалеуімен өрін кетті деген не десем кемемен. Себебі бүгінгі күнде ол Қарақалпақ фильмде жылына бір анығын білмеймін да енді
жылына бір 4-5 документальный фильм түсіріледі, адам көрмейтін. Оның сапасы да ол мен алданып отырып та азыр Қарақалпақ фильм. Сол жылына өзбек киноның заказымен істейді, өзүнүлөрүндө пул жоқ. Өзбек кино ақша береді. Заказбен істеп, сонымен алданып отырып та, сол 4-5 документальный фильмге. Ішін барған уақытта мен 2000 нешеде көрдім, 2017-де көрдім. Ішінде Қарақалпақ фильмнің үлкен здание, азыр ол жерде 3 мекеме отырыпты, алдаспасам Қарақалпақ фильм, Қарақалпақ кино агентлігі, жазушылар оққан ма? Har mekemеге бөлініп берілген. Бірінші этажында кішкентай кино залы бар. Кино зал. Сол кино залға мен 2017 жыл барғанымда ішіне қамыс өсіп жатыр еді. Сол кино залға. Ішіне қамыс өсіп жатырды, енді қазір барсақ оруға келген жер бір орып алу керек оны. Одан кейін қазір бар ғой, Қарақалпақ фильм кино студиясы бір неге ұсап қалды да, пластик карта бар ғой, қасыңда пластигің бар ма? Ақша тастатуың керек, біреу ақшасын алып алайыншы, телефон пластигіңе тастап дейді ғой. Сондай болып қалды. Өзбек кинодан ақша түседі, өзбеклер келіп кино түсіреді. Үстінде 1-2 сом пластикте де процент алады. Сондайына күн көріп отырған жер деп ойлаймын. Себебі кейінгі фильмлердің бәрі 2017-де оқылмағанға түсірілген болса, 2019-да Теңіз деген фильм түсірілді. И сол фильмлердің бәрін анаяқтан түсірді. Тек Қарақалпақ фильмге жаңағыдай пластигінен пайдаланды десеген болады. Қарақалпақ фильмде ма? Қарақалпақ фильмде алжаспасам 10-ға жетпейді. О жерде азыр штатта тек администрация тарап қалған. Директор, бухгалтер дегендей. И творческий группа сырттан договормен істейтін болған азыр. Мен естуім бойынша. О жерде киноны түсінетін, киноға байланысы бар адам мен көрмедім о жерде. Қарақалпақ фильмде. Мен мынандай заттан естідім да, сол Қарақалпақ кино агентлігіне, өзбек кино агентлігі не береді ғой? Фильм береді. Har жылы шыққан, таза өзбек кинодан шыққан фильмлерді прокат қылуға фильм береді. Кішкентай машина бар, сол машина беріп қойды, сол машинамен барып кино көреді, har мекемеге. Соны мен естігенім, сол машинға, сол кино қоюға өзбек кинодан бензин сұраған ғой. Сөйтіп тауған ақшаңызға құйың бензинді дегенді. Қайсы өзбек киносы өзінің ақшасын ақлап жатыр. Мысалы, біздерге өйтіп айтады ондай. Ешқайсысы ақлап жатқан жоқ. Сол кино түсірілмейтұғынның, көп түсірілмейтұғынның, мемлекет тарапынан кино түсірілмейтінің бір себебі де сол. Кино өзін ақламайды. Кино ақлау үшін кинотеатрлар салыну керек, әмме жерде. Мысалы, әзір кинотеатр жоқ біздерде. Қалай ақлайды ол? Мысалы, частныйдың да көп, частный студиялардың көп киноға ұрынбайды ғой, содан. Мысалы, кино түсіргісі келетін, қатты профессионал жігітлер болмаса да, кино түсіргісі келетін балалар бар. Бірақ спонсор да тауғанменен оны қайтарып алады, кинотеатрының өзі жоқ. Қарақалпақша кино ма? Әмме уақыт керек кино. Кино адамға су менен хавадай керек десем болады. Себебі бағана ұстазым
бір маған жақсы есілетті. Адамда екі асқазан болады дейді да. Біреуі ауқатланатын асқазан болса, екіншісі кеуіл деген. Оның кеуілін толтыру үшін фильм, көркем өнер, театрлар солармен толады дейді да, екінші асқазан. Сол үшін постоянно керек деп ойлаймын. Әмме уақыт. Қарақалпақтың киносына рауажлануына қанеге жетіспейді, сол бірінші мәселе. Қанеге жетіспейді, профессионал қанеге. Қазір көп жігітлер өзін профессионалман деп жүр да, сол зат. Біздердің аяғымызға балта ұрып жатырған дейміз бе, не дейміз? Сол зат өзін профессионалман, бәрін білемен, қатыраман деп ойлау, сондай ойда жүру біздердің киномыздың, кино емес, әмме тарауда да сол нәрсе. Қашан өзіміздің сауатсыз екенімізді былай жан-жаққа қарап, жан-жаққа қарап, дүнияға қарап, Голливуд қайтып істеп жатыр киноны, олардың киносын неге жақсы шығып жатырыпты, мысалы. Соған қарап өзіміздің сауатсыз екенімізді тән алып, білім үйренсек, жақсы кино шығады. Анерге барып, екі затты үйреніп алып, мектеп ашқаншы. Расы, қазір мен айтсам бұны қафа болады да. Мен достарым бар сондай. Мектеп ашып жатыр. Мен өзімден қатты ақыллыман не деп санамаймын, бірақ мектеп көрмегендер мектеп ашып жатыр да қазір. Содан кейін кино қалай рауажланады. Тангідей фильм ба? Тангідей фильмді қашан? Біздер егізі бар ғой, киношылар бір отырып, киношылар деп айтылған. Киноға қызығатын, растан да киноға қызығатын жігітлер болса, бір отырып, бәріміз бір жерге жиналу керек негізі. Уже жиналатын уақыт келді, уже басылау керек деп ойлаймын. Біздер әзірден басыласақ, 20-30 жыл, көп айтпаймын, 20-30 жылдан кейін біздің нәтижесін көруіміз мүмкін. Қатты Голливуд көретін кино емес, бірақ 20-30 жылдан кейін қазір басыласақ, егер қазір басыламасақ 50 жыл, 100 жыл. Қашан басыласақ, содан кейін бір 20-30 жылдан кейін нәтижесін көруіміз мүмкін. Қазір біздерге не керек, біздерге не пайдасы бар, өз бюджетте ақша жоқ деп отыра берсек, рауажлану ары қарай созыла береді уақыты. Оған басқа есі жойылмайды. Ана бір гапты естіппін мен. Бүгін көркем өнерге 100 сом ажыратпасақ, 50 жылдан кейін 1000 сом ажыратып түрме ғана салу керек деген. Салуға тура келеді деген гап бар да. Бірінші біздерде Өзбекстанда еді. Біздер деп айта берейін, Өзбекстан. Қазақстанда ақша алдынан бар еді. Мысалы, киноға тігілетін ақшалар алдынан бар еді. Ол ақша деп ақшаны былай сыртқа қоя берсек болады. Мысалы, қанеге, менің ойымша, қанегелер уже жетісіп басылады ояқта. Біреуі сырт, сол ақшасы болғаннан кейін біреуі сыртта оқып келді, біреуі Америкада оқыды, біреуі ВГИКта оқыды. Сөйтіп, жақсы қанегелер уже толысып басылады. Одан кейін де олар әзір біраз өзін алды кинодан. Өзбек киноның бүгінгі күнде жақсы кинолар болмауының себебі коррупция деп ойлаймын. Себебі өзбек кинода айтып отқан екі затымыздан бар.
Өзбекстанда, то есть Өзбекстанда киноға ақша ажыратылу жақсы. Жақсы болғанда Голливудта емес, бірақ ол өзбек кино ажыратып жатқан ақшаға жақсы кино түсіруге болады. Және қанигелер, жақсы киношылар бар. Кино операторлар, режиссерлар Ташкентте, Өзбекстанда. Енді сол мемлекет ажыратқан сол ақшаны сол жақсы киношылар, жақсы кино режиссерлар емес, Ташкентте біреудің жиені, біреудің дайысы алып жатқан үшін, мысалы, сондай. Бюджет жағынан қайсы киноға қанша ақша кетіп жатыр хабарым жоқ, бірақ ақшалар орын-орнында пайдаланылса жақсы кино шығады негізі. Орын-орныменен сол киноға ажыратылған ақша киноға жұмсалса. Біздерге киноға болсын, басқа тарауға да коррупцияда өзін зиян тигізіп жатыр. Коррупция бар. О ролик бойынша айтамыз. Ол роликті бәрі көрініп тұр. Сол киноға ажыратылған ақша басқа жаққа кетіп жатқаны. Сол зат о жерде. Сол затлар болмағанда кино жақсы болып кету бүгін, мысалы, бүгін басылағанда да бар ғой. Бүгін біздер кино түсіріп басылсақ, біздер 100% зор кино түсіруімізге гарантия бере алмаймыз. Үйренуді баслауымыз керек қазір. Біздер өзіміз бұзып, шашып, көріп баслауымыз керек. Сырттан кеп біздерге түсіріп берген кино ол кісінің мал бола ма дейді ғой. Сондайда. Қазір мемлекет киноға ақша ажыратып, жастар кино түсіріп басласа, ол кино өзін кассаде ақламаса да, ол біздердің сол киноны үйренгеніміздің өзі мемлекет үшін үлкен пайда деп ойлаймын. Зато қанигелер рауажланады,
таза техникалар келеді. Ол ақша, киноға ажыратылған ақша, ақшалай қайтпағанымен бір күн келіп қайтады. Ақшалай hem қайтады. $1 миллиард пұл берсе маған ба, жақсы кино түсіруге әрекет етемін. Айтып отпан ғой, мен енді басылап жатырмын. Мысалы, адамдар шығып сөйлейді да, қазір мен айтсам, біреуді көре алмаған боламын да, себебі адамдардың ойлауы сондай. Мен біреу жаман жағымды айтса, мен нормально қабыл етемін. Айта берсін мен. Зато о адамдардың өзіне де айтамын, о адамдардың өзі мойлайды ма затты. Басқа әлі жоқ. Мысалы, 15 жылдық тәжірибе, 25 жылдық тәжірибе дейді да, о адам бірақ 25 жыл тойда жүрген да. Тойдан не үйренеді о адам? Мысалы, мен аз 7 жыл болған болса, осы оператор болып 7 жыл, 2016, 7 жыл болған. 7 жыл болған. Оның басында 2 жыл той түсірдім мен. Әмме қатары той түсірдім, әмме де Қарақалпақстандағы операторлардың көбісі тойдан басылған, той түсірдім. И одан кейін роликлер, клиплер сөйтіп басыланды да. Мысалы, мен 7 жылдың ішінде көп зат үйрендім деп айта алмаймын. Мысалы да, мен ойлаған профессионализм жету үшін елі бар да. Ол 7 жыл еш нәрсе емес. 15 жыл еш нәрсе емес. Скаптың бәрі сода да. 10 жыл, 15 жыл әйтеуір той түсірсе де, біреудің монтажын істесе де 15 жылдық тәжірибе деп шығып алып, сол сауатсыз екенімізді тани алмаймыз да. Скаптың бәрі сода. Менің ол институтқа кірместен алдын мен ойлайтын едім, менің өзім сол қаттандай қатыраман киноны өйтемен жақсы операторман деп ойлайтын едім. Сөйтіп мен бір күндер съемкада жүрсем, бір сол теориядан хабары бар бір адам айтты да, өзім жай қатырадым болып клип түсіріп жүрмін. Сөйтіп мынандай болады негізі деп үйретті да. Сөйтіп ойландым да, деп қарасам, рас созады. Сөйтіп соң айтқандай қылып түсірсем, жақсы шығып жатыр да. Содан кейін мен теорияға қызық басладым. Мен теорияны үйренім керек екен, мен ешзатты білмейді екенмін деген зат болды. Вот түсіре береді екенсің, камераны қойып түсіре береді екенсің да, бірақ теория басқа нәрсе. Голливудты Голливуд қылып тұрған сол теория. Голливудқа барып, қазір айтсам және, қазір Голливудқа барып, сояқта өзін номер адиммен деп жүрген біреу Голливудқа барып, сол теориясыз Голливудқа барып кино түсірсе, ол еш нәрсеге еріспейді. Ол жерде түсіртпейді сен. Голливуд қой, на Қазақстан түсіртпейді ғой. Институтқа кіргеннен кейін о жердегі атмосфера расы, мен о жердегі оқушыларға, студенттерге деген жаратылған имканиятлар дейді. Қатты қапа болдым. Қатты төмен, еш нәрсе жоқ. Бірақ ұстазым айтты, сен бұл жерде институтта еш мемлекет, еш бір балаға бір имканият жаратып беруге мәжбүр емес мемлекет. Сен өзің үшін үйрен, өзің үшін. Міне институтта міне теория, қалесең үйрен, қалған практиканы көшеден өзің үйренесің. Сөйтіп теорияны үйрендім, мен ол жерде басқа алатын затам жоқ. Институттан теорияны үйреніп шықтық. Енді көшеде жүрміз, не себебіміз.
O жерде институттагы имканиятлар, мүмкүнчүлүктөр деймизби, не деймиз? Мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк студенттерге эмес, мугалимдерге да. Мен институтта кезде айта беретін еді, біздің группаны қатты жаман көретін еді, себебі біздер өзіміз неміз талап ете беретін едік, өзіміз андай оқымасаған. Біздерге бір телевизор берді, кино көруіміз керек қой, біздер операторлар кино көріп, соны анализлеп, қалай түсірген, свет қаяқтан қойылған. Біздердің уақытымызда кішкентай телевизор берді, жақсы. Бірақ студия бар да, звуковой студия, компьютері баяғы. Барсаң бір жаңағы программаны ашып, 2 сағаттан кейін айланып келіп, және бір зат тастап, сөйтіп ашатын компьютер да. Бірақ мұғалімдердің кабинетінде әрқайсысында бір компьютердан бар да. Мен соны түсінбеймін. Ол компьютерлар, студенттер, біздер жақсы жоқ болса, мемлекетте болсын, институтта болсын, жоқ зат сорап атқан болсақ, біздердің маңлайымыз қауырсын да. Біздердің институтта бар затта, мысал, директордың кабинетінде 2 метрлік телевизор тұрыпты да. Бірақ режиссурада оқитын жігітлердің телевизоры жоқ, бір кино көретін телевизоры жоқ, кішкентай. Ол директордың комнатасында ол 2 метрлік телевизор не тұр, не сериал көре ме ол, Қайратты көре ме, не көреді ол? Түсінбеймін да. Неге ондай? Мен озат айтуын көрген мен институттағылар. Институттағылар айтады, ол жиналыс болады дейді, конференция. Конференция көру үшін керек дейді. Директордың комнатасында. Оператор болу үшін талант керек. Өзіңнің көре алу қабілетің болу керек. Басқалардан басқаша көруің керек сен. Жәмиетте біздер қоршалап тұрған орталықты, адамларды басқаша көре алуың керек. Жақсы оператор болу үшін. Просто камерашы болу үшін бір камераның настройкасын білсең болады. Қолын қалтырамау керек. Қолын қалтыраса да бар, стабилизаторлар шығып кетті. Киноның мынандай да, мемлекет тарапынан негізі айта беру керек. Сондай мемлекетлер бар, өзінің киносы өліп қалмау үшін, өзінің киносы частный да, рауажланбаған сондай мемлекетлер біздер жалғыз емеспіз. Біздерде мемлекетлер бар, солар мемлекет киносы өліп қалмау үшін мәдениеті халыққа, басқа халықларға өзін көрсету үшін кино түсіреді мемлекет. Мемлекет әр жылы биыл пәлен кино түсіресіз деп ақша ажыратады. Біздерде де сондай болу керек деп ойлаймын. Топ 3 дейсең, топ 3 жоқ қой біздерде. Топ 3-тігі 2 жоқ біздерде. Қарақалпақстанда тек номер 1 деген сан бар. Әмме номер 1. Сол бұған. Орта Азияда кино төмен екені дүния жүзілік көзқараспен қарағанда төмен екені себебі әмме жерде мен барған жерде, мен білген жерде сол Тәжікстанда да, Қазақстанда да, сол Орта Азия мемлекеттерінде сол ақшаның дұрыс орынды жұмсалмағанынан мен сол жердегі жергілікті деп айтайын, адамдардан, режиссерлардан, жақсы төретушілерден сұрағанда сондай деп айтқан. Жаңағыдай әмме жерде бар.
жиені. Қанеге болса дүния жүзі көргендей фильм шығару Қарақалпақстанда. Дүния жүзі көретін фильм шығару қанеге. Мысалы, киноға кім керек? Бірінші, жақсы сценарист керек. Жақсы сценарист болса, режиссер болса, оны түсіретін оператор болса, художник, костюмер, бәрі болса, негізі көп ақшаның керегі жоқ. Көп ақшаның керегі жоқ деген себебі, көп ақшасыз жақсы кино шығаруға болады. Мысалы, бір Иран деген мемлекеттің ақшасы бар, бірақ олар қазір дүния жүзі көреді. Ол Иранның түсірген фильмдер, жақсы фильмдері бар, жақсы мәнілі, тәсірлі, терең мәнілі, дүния жүзі тән алып көреді. Бірақ ол сол жақсы фильмдерді Иранның қанша ақшасы көп болсын, басқа болсын, ол ажыратып жатқан, киноға ажыратып жатқан ақшаны біздер де ажырата аламыз да. Қатты көп ақша емес ол. Бірақ соны жақсы қанегелер істеген үшін сондай жақсы фильм шығып жатыр Иранда. Біздерде де енді жиналатын уақыт келді деп ойлаймын. Бірге жиналып, режиссерлар, операторлар, продюсерлер, сценаристлер бәрі бір жерге жиналып отырып, сөйлесіп, не істесек болады, кім қаяқта, жан-жақты жинастыратын уақыт келді, меніңше. Бұл затты Қарақалпақ фильм істеу керек деп ойлаймын. Қарақалпақ фильмнің мойнында қарыз. Өзің барасың, орысша. Конечно.